Алматыда диссидент жазушы тарих ғылымдарының кандидаты Кәрішал Асан атаны ақтық сапарға шығарып салды. 80-ге қараған шағында дүние салған қоғам қайраткері 5 рет парламентке, 3 рет президенттік орынтаққа таласқан болатын. Қоғам қайраткері Кәрішал Асан атаны ақтық сапарға өзінің тұрған үйінен шығарып салды. Диссидент жазушының жаназасына марқұмның туған туыстары, достары мен бірқатар қоғам қайраткерлері жиналды. Методика кафедрасының байытқанда беткестер доценті болған. Және сол кездерден бастап, 86 жылдардан бастап неше түрлі жұмыстар шығарған, талай әдістемелік жұмыстары болған. Қазірде де студенттер оны оқып жатыр. Адал, өте жүректі адам болатын. Кәрішал Асан ата 10 шақты кітаптың авторы. Ол қуғындалған жазушыларға берілетін халықаралық Хелмен Хемет сыйлығының лауреаты. Биыл 10 наурызда оған Қазақстандағы оппозициялық ұйымдар тағайындаған азаттық сыйлығы берілген болатын. Ал Кәрішал Асан атаның артында қалған ұлы Болат, әкем маған қашанда дұрыс бағдар беріп, қажет кезде арқа сүйер тіреушім болды дейді. Вы знаете, әкемнің маған берген тәрбиесі өміріме азық бола алады деп толық айта аламын. Себебі ол менің жеткен табысыма қолпаштап шалыс басқан жерім болса түзетіп отыратын. Әкемнің ерекшелігі не жазса да адамның ойын қозғай алады. Диссидентті жерлеу кезінде шенеуніктердің де төбелері көрініп қалды. Қазатомпром басшысы Нұрлан Қапаровты жерлеуге келген әкімдер мен министрлер диссидент қабырының қасында аялдауларына тура келді. Сымбат Ғалымбекұлы, Нұрлыбай Шалқар, Қазақ Ньюс, Алматы.